Қайырлы күн оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы. Қазір біз бір координаталық жазықтықта мынау төменде берілген функциялардың графиктерін салайық. Алдыменен y-тен болады минус 3-тен 1x қосылған 2 және y-тен болады 2x минус 4 функцияларының графигін салайық. Ол үшін бізге осы графиктерге тиісті екі нүктені табу қажет. Бірінші минус 3-тен 1x қосылған 2 функциясына тиісті нүктелер. X-тің орнына 0 қойғанда y 2-ге тең болады. Және x-тің орнына 3 қоятын болсақ, y 1-ге тең болады. Келесі y-тен болады 2x минус 4 функциясы. X-ке 0 бергенде y минус 4-ге тең, және x-ке 1 бергенде y-гіміз минус 2-ге тең болады. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп, екі түзуді жүргізейік. Бірінші 0-де 2 нүктесі және 3-те 1 нүктесі. Осы екі нүкте арқылы түзу жүргізетін болсақ, мінекей минус 3-тен 1x плюс 2 функциясының графигі шығады. Келесі 0-де минус 4 нүктесін белгілейік. Және 1-де минус 2 нүктесін белгілейміз. Бұл екі нүкте арқылы түзу жүргіземіз. Сонда біз y тең болады 2x минус 4 функциясының графигін алдық. Енді осы екі түзудің қиылысу нүктесін белгілейік. E нүктесі, оның координатасы шамамен x-і 2,5 және y-і 1,1. Енді келесі функциялардың графигін салайық. Екінші. Y тең болады 1,5x қосу 3. X пен y-ге мән берейік. X-ке 0 бергенде y 3-ге тең болады. X-ке 2 берген кезде y 6-ға тең болады. Келесі y тең болады 4-тен 1 x қосылған 3. X-ке 0 бергенде y-гіміз 3-ге тең, x-қа 4 берген кезде y 4-ге тең. Үшінші функция y тең болады x қосу 3. X-ке 0 бергенде y 3-ге тең болады, x-ке 1 бергенде y 4-ге тең болады. Енді осы нүктелерді белгілеп, координаталық жазықтықта осы 3 түзуді салайық. Алдымен y тең болады 1,5x қосу 3 функциясының графигін салайық. Осы функция графигіне тиісті нүктелер ол 0-де 3 нүктесі және 2-де 6 нүктесі. Міне осы екі нүктені жүргіздік. Енді осы екі нүкте арқылы түзуді жүргіземіз. Түзуімізді жүргіздік. Келесі y тең болады 4-тен 1x қосу 3 функциясының графигін саламыз. Бұл функцияның графигіне тиісті нүктелер тағы да x0, y3 нүктесі, ол мынау G нүктесі, және 4-те 4 нүктесі, x 4-ге тең, y 4-ге тең нүкте. Осы екі нүкте арқылы түзу жүргізейік. Мінекей бұл бізде 4-тен 1x қосу 3 түзуі болады. Келесі y тең болады x қосылған 3 түзуін жүргіземіз. Бұл түзуге тиісті нүктелерде 0-де 3 нүктесі, сонымен қатар 1-де 4 нүктесі. 1-де 4 нүктесін белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Мінекей x қосылған 3 түзуін жүргіздік. Байқап отырсыздар, бұл 3 түзу бір нүктеде қиылысып тұр. Яғни ол қиылысу нүктенің координатасы 0-де 3 нүктесі. Y тең болады минус 3-тен 1x функциясы. X-ке 0 беретін болсақ, y 0-ге тең болады. X-ке 3 беретін болсақ, y минус 1-ге тең болады. Келесі y тең болады минус 3-тен 1x азайтылған 2. X-ке 0 бергенде y-гіміз минус 2-ге тең болады. X-ке 3 берген кезде y минус 3-ге тең болады. Үшінші y тең болады минус 3-тен 1x қосу 1 функциясы. Графигіне тиісті нүктелер. X-ке 0 берсек, y 1-ге тең болады. X-ке 3 беретін болсақ, y 0-ге тең болады. Енді осы табылған нүктелерді координаталық жазықтықта бейнелеп, түзулерді жүргізейік. Бірінші, y тең болады минус 3-тен 1x функциясының графигін салайық. Осы функцияға тиісті екі нүктені
координаталық жазықтықта белгілеп алайық. Бұл нүктелер 0-де 0 нүктесі және 3-те -1 нүктесі. Енді осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Міне біз y-тен болады -3-тен 1x түзуін жүргіздік. Келесі y-тен болады -3-тен 1x азайту 2. Осы функцияның графигіне тиісті нүктелер бұл 0-де -2 нүктесі, x 0 болғанда y-ға -2-ге тең, және 3-те -3 нүктесі. Осы екі нүкте арқылы өтетін түзуді жүргіземіз. Міне бұл түзу көк сызықпен көрсетілген -3-тен 1x азайту 2 функциясының графигі болады. Енді үшінші функциямыз y тең болады -3-тен 1x қосылған 1. Бұл функцияның графиктеріне тиісті нүктелер 0-де 1 нүктесі және 3-те 0 нүктесі. Енді осы екі нүкте арқылы түзуіміз жүргіземіз. Мінекей, қызыл сызықпен көрсетілген y тең болады -3-тен 1x плюс 1 функциясының графигі болып табылады. Графиктерді байқап қарасаңыздар, бұл түзулердің барлығы өзара параллель екендігін көріп отырмыз. Сонымен оқушылар, біз үш жағдайда графиктерді салдық. Қазір мінекей үшеуін салыстырып қарайық. Бірінші жағдайда берілген екі түзуде k коэффициенттері әртүрлі. Сонымен қатар b да әртүрлі. Осы жағдайда екі түзу өзара қиылыса орналасады екен. Ал енді екінші жағдайды қараңыздар. Екінші жағдайда да үш түзуді қарастырдық. Мұнда да k коэффициенттері әртүрлі болды. Сонымен қатар мұнда b бос мүшесі бірдей. Үшеуінде де b 3-ке тең. Енді бұл үш түзуде қиылысты. Олардың қиылысу нүктесіне назар аударсаңыздар, ол 0-де 3 нүктесі. Ендеше егер түзулерде k әртүрлі және b бірдей болған кезде, олар бір нүктеде қиылысып тұр, және ол нүктенің координатасы 0-де b болатындығын көріп отырмыз. Енді үшінші жағдайды қараңыздар. Үшінші жағдайда берілген түзулердің теңдеулері барлығында k бірдей, -3-тен 1-ге тең. b әртүрлі. Бұл жағдайда жүргізілген түзулер өзара параллель орналасады екен. Ендеше k коэффициенттері бірдей болған кезде түзулер параллель орналасады. Сонымен осы мысалдарды қарастыра отырып, мынандай қорытындыға келуге болады. Яғни y тең болады kx плюс b формуласымен берілген сызықтық функциялардың графиктері біріншіден x-тің коэффициенттері әртүрлі болғанда қиылысады. Екіншіден x коэффициенттері бірдей болғанда олар параллель болады. Ал егерде x-тің коэффициенттері тең және b сандары бірдей болса, онда бұл түзулер беттеседі. Және осы қарастырылған мысалдардың барлығында біздер түзуді салу үшін x-ке 0 беріп, y-ті таптық. Сол кезде байқағанымыз, x-ке 0 берген кезде y-тің мәні b-ға тең болады екен. Ендеше кез келген y тең болады kx плюс b сызықтық функциясы координаталары 0-де b болатын нүкте арқылы өтеді. Енді тапсырмалар орындап, осы өтілген сабақты бекітейік. Бірінші тапсырма, бізге 4 түрлі жағдайда функциялар берілген. Осы функциялардың графиктері өзара қалай орналасатындығын анықтауымыз керек. Бірінші есеп, y тең болады 3x минус 5 және y тең 0,5 қосылған 3x деген екі функция берілген. Функциялардың теңдеулеріне назар аударып қарайық. Біріншіден оларда b әртүрлі сандар, -5 және 0,5. Ал енді k-ға қарасақ, k яғни x-тің коэффициенті бірінші теңдеуде 3-ке тең, екінші теңдеуде де 3-ке тең екен. Ендеше бұл жағдайда функция графиктері параллель болады. Екінші жағдайды қараңыздар. Y тең 0,7x азайту 4 және y тең болады 3x азайту 4. Бұл теңдеулерде b-ның бірдей екенін байқауымызға болады, -4-ке тең, ал k әртүрлі. K әртүрлі болған жағдайда графиктері қиылысады және олардың қиылысу нүктелері 0-де -4 нүктесі екендігін байқауға болады. Үшінші жағдайда y тең 2x азайту 6. Y тең болады 1,3x азайту 11. K коэффициенті әртүрлі және b да әртүрлі. Яғни бұл түзулер қиылысады. Төртінші жағдайда бұл функцияларда k коэффициенттің бірдей екенін көріп отырмыз. K -3-тен 1-ге тең. Ендеше k бірдей болған жағдайда түзулер параллель болады.
Міне оқушылар, біз осылайша түзудің теңдеуіне қарай отырып, олардың қалай орналасатындығын айтуымызға болады екен. Келесі екінші тапсырма. Бізге y тең болады 6x минус 0,4 сызықты функциясы берілген. Осы функция үшін А жағдайында функцияның графигіне параллель, Б жағдайында графикпен қиылысатын, және С жағдайында графикпен беттесетін сызықтық функцияның формуласын жазыңыздар деді. А жағдайын қарастырайық. Функция графиктері параллель болу үшін оларда k коэффициент бірдей болу керектігін біз түсіндік. Ендеше y тең болады 6x қосылған 1 деген функцияны жазатын болсақ, бұл функцияның графигі 6x минус 0,4 функциясының графигіне параллель орналасады. Б жағдайында графикпен қиылысатын. Ендеше y тең болады 3x қосылған 0,5 деген функцияны алатын болсақ, бұл функцияның графигі 6x минус 0,4 сызықты функциясының графигіменен қиылысатын болады. Өйткені k оларда әртүрлі. Енді С жағдайында графикпен беттесетін сызықтық функцияның формуласын жазуымыз керек. Бұл y тең болады 6x минус 0,4 функциясының өзі болады. Келесі үшінші тапсырманы қарастырайық. Y тең болады 21 азайтылған 9x және y тең болады минус 2,5x қосу 8 функцияларының графиктерінің қиылысу нүктесін табыңыздар. Функция графиктерінің қиылысу нүктесін табу үшін олардың оң жағын теңестіріп x-ті тауып аламыз. Сонда 21 азайтылған 9x тең болу керек минус 2,5x қосу 8-ге. Осы теңдеуді шешу арқылы біз екі функцияға да ортақ x-ті табатын боламыз. Сонда бұл олардың графиктерінің қиылысу нүктесінің x координатасы болады. 9x азайтылған 2,5x тең болады 21 азайту 8-ге. Яғни 6,5x тең болады 13-ге. X тең болады 13 бөлінген 6,5-ге. Яғни x тең болады 2-ге. Міне оқушылар, біз қазір осы графиктердің қиылысу нүктесінің x координатасын тауып алдық. Енді осыған сәйкес y координатасын табу үшін екі теңдеудің кез келгеніне апарып, x-тің орнына осы табылған 2-ні апарып есептейміз. Сонда y тең болады 21 азайтылған 9 көбейтілген 2 тең болады 3-ге. Сонымен функция графиктерінің қиылысу нүктесінің координатасы 2-де 3 болады екен. Міне оқушылар, біз бүгін сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуымен таныстық. Енді осы сабақты тыңдай отырып, өздеріңіз үйден мынау тапсырмаларды орындап, осы өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сау болыңыздар.